Present continuous деген тақырыпты өтеміз. Present continuous'ты өтпей тұрып, бірінші шақтарға деген түсініктемені қалыптастырып алу керек. Мысалға, present дегеннен түсінуге болады, что осы шақ екенін да. Енді бірне, мысалға, ағылшын тілінде осы шақтың өзі нешеге бөлінеді? Төртке бөлінеді. Present continuous, present simple, present perfect, present perfect continuous. Барлығының басында present деген сөз бар, содан ақ білуге болады осы шақ екен. Төртке бөліну себебі қолданылатын жерлері әртүрлі, мағыналары әртүрлі болып келеді. Енді бізге бүгін present continuous'ты беріпті, present continuous, яғни ол қазіргі созылмалы осы шақ. Түсіндік қой, иә? Біз енді бұлай мектепте де бұлай білеміз, что ing-мен болады, қазіргі болып жатқан іс-әрекет болады, бірақ тек қана ой емес, басқа да ережелері бар оның. Біріншісі сол біздің жаңағы қазіргі болып жатқан ісіміз. Мысалға айтатын болсақ, айға бізге не жалғаймыз? Am, иә? Мысалға, he-ға ше is, she-ға ше is, it-ке ше is, you-ға are, we-ге are, they-ге are, иә? Тап осылай. Енді одан кейін ағылшын тіліндегі ing жалғанатын етістіктерді қойып, оған ing жалғаймыз, иә? Бірақ өкінішке орай бүткіл етістікке не қылмайды? Ing жалғанбайды, иә? Мысалы, love, like, know, understand деген сияқты сөздерге жалғанбайды. Хотя ол қазірмен перевод болып тұрса да, бірақ ing оған жалғай алмаймыз. Окей, одан кейін ағылшын тілінде, яғни present continuous'ын біз білетін қазіргі болып жатқан іс-әрекет, например, айтатын болсақ, мен қазір саған сабақ түсіндіріп жатырмын. Телевизор YouTube-ты көрсетіп жатыр, иә, например. Далада жаңбыр жауып жатыр, мысалға, торговый домда музыка ойнап тұр. Қазіргі болып жатқан іс-әрекеттер. Одан бөлек тағы да бір ережесі бар екен, бір нәрсе басталып, әлі бітпесе. Ол қандай нәрсе? Мысалға айтатын болсақ, ойланып көрейік, мен мына жерде бір шай ішіп жатырмын да, например, бір бокалда. Жаңа сен келмей тұрып ішіп бастадым. Сен келдің да, мысалы, сұрайсың, ағай, мынаны төгіп тастасам ба ма, өзім ішпекшімін, мысалға. Мен айтамын, тиіспе, мен оны ішіп жатырмын. Бірақ на самом деле ішпей жатырмын ше, жұмыс істеп отырмын, немесе сабақ өтіп жатырмын. Бірақ мен оны бастадым, бірақ әлі аяқтаған жоқпын. Түсіндің ғой, иә? Например, ағылшын тілін үйрену енді бір күнде болмайды ғой, бір сәтте болмайды, оған жылдар кетеді, иә? Например, айтайық, қазір сен ағылшын курсында емессің да, адаммен, басқа жерде құрбыңмен жүрсің. Бірақ сен айтасың, мен ағылшынша үйреніп жүрмін. Что ол нәрсе басталды, бірақ әлі аяқталған жоқ. Мысалға тағы да айтайық, бір 90 беттік мен кітапты бастап оқыдым. Қазір оқып жатқан жоқпын, мысалы. Күнде кешке оқимын да ол кітапты. Бірақ мен айта аламын, I'm reading a really good book at this days. Яғни осы күндерде сол кітапты оқып жүрмін деген сияқты. Түсіндің ғой, иә? Яғни қазіргі моментте болып жатқаны маңызды емес екен, главный бастап әлі аяқталмаған болу керек екен. Одан кейінгі ережесі, мысалға, біздің өмірімізде бір күндік істелінетін жұмыстар бар. Например, мен мұғаліммін, иә? Например. Бірақ, мысалға сен айтасың да, маған ауылға көмекке келіңіз дейсің, например, стройкаға. Тап бүгін ғана, бір күн ғана. Мысалы, мен сол кезде айтам, I am building, немесе I am helping, например, today. Тек қана бүгін ғана. Немесе мынандай нәрсе, мен тек осы айда ғана дзюдоға барамын деп решение қабылдағанмын да. Тек осы айда ғана барып жүрмін да, одан алдын бармағанмын, одан кейін де бармаймын. Тек бір айға. I am going to the, например, sports club, иә, например, this month, осы айда ғана деген сөз. Түсіндің ғой, иә? Немесе айтатын болсақ, тек осы аптада ғана мен жаңағы неде жүрмін. Например, бір проектпен айналысып жатырмын да, например, I am thinking about this project this week, осы аптада ғана. Яғни осы апта, осы жыл, бүгін, например, осы күндер деген сияқты сөздерге тоже ing қолдануға болады екен. Түсіндің ғой, иә? Например, айтайық, сен тек бүгін ғана маған келіп көмекшілікке біреуге сабақ өтатсың да, I am teaching today, например. Бірақ сен қазір сабақ өтіп жатқан жоқсың ше, шай ішіп отырған болуы мүмкін, үзілістің уақыты болуы мүмкін, бірақ сонда да ол нәрсе тек бүгін болып жатыр. Түсіндің ғой, иә? Одан қалды ағылшын тілінде біздің қазақ тіліміз сияқты андай сөздер бар. Например, айтатын болсақ, болып жатыр, істеп жатыр, кетіп жатыр деген сияқты сөздер ше, мысалға. Личный фраза деп айтылады да. Мысалға айтатын болсақ, мен бизнес бастағанмын, сен айтасың, бизнес қалай болып жатыр дейсің. Қалай болып жатыр деген сөз, енді мақсаты сол жерде, что жақсы жүріп жатыр ма, табыс жақсы ма, жұмыс қалай, иә, мысалға. Ағылшындарда да сондай фразалар бар. Олар мысалға айтатын болсақ, біріншісі get деген сөз, например. Get, тікелей переводтасақ, получать деген сөз ғой, алу деген сөз, иә, например, иә, алу деген сөз. Бірақ мына мысалға андақ бұрасы да болады да, мысалға, is your, например, English
getting better. Яғни сен ағылшының жақсарып жатырма деген сөз. Түсіндік қой, иә? Getting better. Мінекей. Тікелей переводтасақ, getting деген сөз бұл жерде что-то переводы жоқ сияқты да, бірақ жанындай сөйлемдерді шығарады ағылшын тілінде. Түсіндік қой, иә? Одан кейін жай ғана мысалға айтатын болсақ, start деген сөз бар. Start бастау деген сөз, иә, мысалға, иә? Мысалға, it's starting to rain, например. Одан кейін тағы да мысалға осындай сөздер бар да, соларға қарап ағылшын тіліндегі жаңа қазақ тілі сияқты болып жатыр ма, жүріп жатыр ма, кетіп жатыр ма деген сияқты сөздерді шығарады екен. Түсіндің бе? Окей. Мына жағына, яғни етістік қойып, етістікке ing жалғаймыз, иә? Жай ғана бір етістік, мысалға abandon. Abandon дегеніміз не? Тастау. Тастап кету. Яғни I'm abandoning. Мысалға, мен тастап кетіп бара жатырмын, любой бір нәрсені, мысалы, сен үйіне өзім телефонды тастап бара жатырмын деген сияқты сөйлем шығады. Түсіндің бе? Окей, present continuous сонымен осы шақ екен, осы шақ нешеге бөлінеді екен? 4-ке, иә? Қандай? Present continuous, simple, present perfect. Молодец. Present continuous тек қазір ғана болатқан іс-әрекетті білдіре ме екен? Созылмалы, иә? Басталған және аяқталмаған, иә? Ал мысалы тек бүгін ғана мен, например, тек бүгін ғана мен Қарағандыда жүрген болсам ше, басқа күндері осы жерде жүремін, мысалға. Ол кезде тоже болады, иә, мысалға, иә? Тек бір күнге ғана болса. Түсінікті ғой, иә? Алдындағы переводтап шығамыз, иә ма? Қазақшаға немесе орысшаға переводтап шығамыз.